2020 жылға қарай шығыс-батыс бағытымен жүргізілетін сауда операциялары 1,5 есеге артып $1 триллион жетеді. Бүгін 3-ші халықаралық теміржол бизнес форумында Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясының президенті Асқар Мамин осылай деді. Өз сөзінде еліміздің бас теміржолшысы қазір қозғалыс құралы ретіндегі теңіз көлігінің тиімділігін жасырмады. Алайда алыс жақын шетелдермен барыс-келісті арттыру үшін құрлықтағы байланысты бекемдеу қажет деді ол. Және бүгінгі форумда бұл бағытта бірқатар байыпты байламдар жасалатындығына сенім білдірді. Естеріңізге сала кетейік, стратегиялық серіктестік 15-20 орталық Азия деп аталатын жиын кеше басталған болатын. Оған Қазақстан, Ресей және өзге де 15-20 кеңістігіне кіретін 13 елден 200-ге жуық салалық ведомстволар мен бірқатар ірі компаниялардың өкілдері қатысуда. Форумның бүгінгі отырысына еліміздің үкімет басшысы Серік Ахметов арнайы келіп, барлық қатысушыларды құттықтады. Жалпы басқосуда бәсекеге қабілетті көліктік артықшылықтарға, контейнерлік жүк тасымал жандандыруға, қазіргі заманғы жылжымалы құрам өндірісіне және жолаушы тасымалын дамыту мәселелеріне ден қойылып отыр. Интеграционный процесс уже сегодня дают свои результаты. Қазіргі таңда Ресей, Беларусь және Қазақстан елдері арасындағы аймақтық ықпалдасудың арқасында тиімді жағдайлар туындап отыр. 9 айдың ішінде біздің елдеріміздің арасындағы тасымалдау көлемінің артуын байқап отырмыз. Бұл уақыт аралығында Ресей арқылы Қазақстанға жеткізілген транзиттің жалпы көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 35% артқан. Бүгінгі пікір алаңы осы бағыттағы бірлескен жұмыстарымызды жандандырады деп ойлаймын. Для дальнейшего развития Қазақстан мен Ресей арқылы өтетін жаңа жібек жолы халықаралық темір жол одағы арасындағы үгіттеп жүрген жаңа көліктік дәліздің бір бөлігі болып табылады. Менің ойымша қазіргі уақытта Қазақстан, Ресей және Беларусьтың қатысуымен бірыңғай көліктік логистикалық компанияның құрылуы елдің экономикалық ықпалдасу идеясын жүзеге асырудағы алғашқы қадам. Және ондай жүйенің құрылуы темір жол қауымдастықтары үшін өте маңызды болып табылады.